Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Бүгінгі видеода уәде еткендей шыршаға ілетін мынандай әдемі жұлдыз жасайтын боламыз. Бұл жұлдызымыздың екі жағына да фото қойылады. Қараңыздар, жұлдызы жасау үшін небәрі бір қағаз шаблон ғана керек бізге. Шаблондарын менің Ару дизайн каналынан таба аласыздар. Каналға тіркелу үшін маған Инстаграмнан немесе WhatsAppқа жазсаңыздар болады, қыздар. Инстаграмнан шебер Гүлназ деп іздейміз. Ал кеттік. Жасалу жолын соңына дейін қараңыздар. Бізге бұл жұлдызымызды жасау үшін шаблон керек болады. Шаблонымыз дайын, шаблонымыз. Сонымен қатар екі лента менде екеу алдым, себебі біреуімен бантик жасайтын боламын, бантик жасап білетін боламын. Ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Беговка жасауға арналған құрал. Менде ол бізбен сызғыш, двухсторонний скотч, сосын скотчқа арналған қайшы, қағаз кесетін қайшы, сонымен қатар ыстық клей керек болады. Ал енді жұмысымызды бастаймыз. Алдымен шаблонды әдемілеп контур бойымен қиып аламыз. Шаблонды контур бойымен қиып алдық. Енді беговка жасаймыз. Мен қараңыздар, беговка жасап қойдым. Көрініп тұр, беговка жасалған жерлеріне былайынан. Беговканы тек қана іш жағынан жасаймыз, қыздар. Іш жағынан дым көрінбейді ғой деп ойламаңыздар. Себебі ол үшін біз кішкентай белгілер қоятын боламыз. Қараңыздар, шаблонда тура жұлдыздардың мынандай ұштарында біріккен, үш сызықтың біріккен нүктесі бар. Тура ұштарында, қыздар. Не көрініңіздер ғана? Үш сызықтың біріккен ұшында мынандай нүктелер тұр. Үш сызық қосылып, мынандай бір нүктеге бірігіп жатыр. Көріп тұрсаңыздар. Осы жерлерден ақырын ғана беговка жасайтын құралдарыңызбен бүйтіп тесіп жібермей ақырын ғана басып нүкте қойып қойсаңыздар, екінші жағынан көрініп тұрады. Сосын осы нүктеге былай үш сызықты алып келіп қосасыздар. Көрдіңіздер ғой, Егер де беговканы бет жағынан жасап тастайтын болсаңыздар, онда краскасының барлығы сырылып, әппақ болып қалады. Сондықтан да беговканы міндетті түрде іш жағынан жасаймыз. Міне, осы жерде көрсетілген үш қара сызықты бір нүктеге әкеліп қосамыз. Міне, арт жағында қараңыздар. Қарап тұрсаңыздар, міне көрініп тұр. Беговка жасауды мен алдыңғы видеоларда көрсеткен болатынмын, қалай жасау керектігін. Нүкте қойған жерлерді сызғышпен үстінен басып тұрасыздар да, бүйтіп құралдарыңызбен үстінен бір рет қатты бастырып сызып аласыздар. Осылай беговка жасадық, енді жинаймыз. Осы беговка жасаған жерлерімізді бүйтіп майыстырсақ, оңай майысып тұр. Жұлдыздың пішіні шығып келе жатыр, Енді төмен жағын ақырындап майыстырамыз. Қараңыздар, жұлдызымыз дайын болды. Тек қана скотчпен немесе ыстық клеймен жан-жақтарын біріктіріп жабыстыру ғана қалды. Мен скотч дайын. Скотчты былай кішкене ұзынырақ бір 3-4 сантиметрдей ұзынырақ қиып алыңыздар, жақсы ұстап тұру үшін.
жабыстырып алдық жан-жағына. Енді қазір лентасында бірге жабыстырып қоямыз. Өзімізге керекті ұзындықта лентаны қиып аламыз. Скотчпен немесе ыстық клеймен жабыстырасыздар. Тура төбесіне қоясыздар да. Скотчпен ұстатып қоясыздар. Болды, енді скотч жабыстырған жерлерімізді ашамыз. Жасалу өте оңай. Және осындай бір жұлдызды, қараңыздар, бір қағазға да кетіп тұр. 500-700 теңгеге бағаласаңыздар болады. Жасап сатам десеңіздер. Мына жерге мен скотчым түсмей жатыр. Ыстық клеймен жабыстыра салсақ болады. Болды, біздің жұлдызымыз дайын болды. Қараңыздар. Енді бантигін жасаймыз. Бантигін жасау үшін біз былайынан бас бармағымызбен ұстап тұрамыз. 4 саусағымызға айналдырып ораймыз. Былайынан алып келдік. И жоғарғы екеуінен. Сосын алдыға шығарып, төменгі екеуінен. Жоғарғы екеуінен. Сосын былай арт жағынан алып келесіздер да, мына шеттен алдынан шығарасыздар. Осылай лентамызды керекті жеріне дейін қиып аламыз. Саусақтарымыздың арасынан былай асты жағынан шығарамыз енді. Тағы бір айналдырамыз осылайынан. Енді мына шыққан лентамыздың ұшын мына арасынан шығарамыз. Болды, бантигіміз дайын. Ұшын қиып аламыз.
Қатты ұзын қылмаңыздар үшін, өйткені балалардың бетін жауып қалуы мүмкін. Сондықтан қысқалау қия беріңіздер лентаның ұш жағын. Енді бұлай жоғар жағына қыстырамыз. Лентамызға. Екінші бетіне қыстырсам екен. Жабыстырдық. Екінші жағына да осындай бантик жасасаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты қыздар. Сосын былай полубусинка жабыстырып қоямын. Өзіміздің фантазиямызға ерік береміз қыздар. Бізде қол өнермен айналысатын қыздардың фантазиясы енді өте керемет. Жабыстырдық. Қараңыздар, бер жаққа жабыстырмай қойса да болатын сияқты, бантик жасамай қойса да, иә. Себебі бұлай екінші жағынан да өте әдемі болып көрініп тұр. Енді екінші жағынан да бұлай полубусинканы жабыстырып қоямын. Міне, өте әдемі жұлдызымыз дайын. Так, ну, шүкір болып кетті өтеме. Болды. Прям әдемі болып тұр. Міне, жұлдызымыз дайын қыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет қыздар. Міне осындай шыршаға ілетін жұлдызды өз қолымызбен жасауға да болады екен. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу үшін бір ғана шаблон керек. Қатты қиында емес. Бір жұлдызды жасау үшін 10 минуттай ғана уақытыңыз кетеді қыздар. Бұл шаблондарды алу үшін басында айтып кеткендей Ару Дизайн каналына тіркеліп шаблондарды ала аласыздар. Қазіргі уақытта Ару Дизайн каналында 2900-ден аса дайын шаблон бар. Ол жерде барлық мерекелерге арналған баланың 1 жасына 40-нан шығару, қыздарға, ұлдарға, немесе басқа да тойларға, үлкен адамдардың тойларына ұзату, үйлену той деген сияқты барлық мерекелік жиындарға арналған тойбастар шаблондары бар каналда. Сонымен қатар балаларға арналған баннерлар, тұсауын кесуге арналған дорожкалар, солардың барлығы каналда бар. Және де мен сіздерді осындай күшті видеолармен қуантып отыратын боламын қыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Сау болыңыздар.